Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, құрметті көрермендер. Бүгінгі сабағымыздың жалғасы ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік деген екі тақырыпты меңгеруіміз керек. Жалпы бұл екі тақырып 5-ші кластың тақырыбы ретінде келеді. Енді ең үлкен ортақ бөлгіш дегенді қалай түсінеміз? Ең үлкен ортақ бөлгішке алдағы уақытта Е, О, Б деп, яғни алғашқы әріптерін алып тұрып, осылай жазып үйренеміз. Мысалға, ортақ бөлгіш дейді. Бөлгіш деген зат, мысалға, бөлгіш деп отырған мысалға 72 деген санды алып отырмын. Мысалға 72 қандай сандарға бөлінеді? Мысалға 8-ге бөлінеді, 9-ға бөлінеді, дұрыс па? Міне осы санда, міне осындай сандар ғой. Міне мысалға соның ішінде 2 сан, 3 санның арасында ең ортақ бөлгіш табамыз. 72 мен мысалы 63. 72-де 63-та екеуі бөлінетін сан керек та. Міне ондай сандар бірнеше болуы мүмкін. Соның ішінде ең үлкені керек та бізде. Мысалы 72-де 63-та екеуі 9-ға бөлінеді. Сол 9 деген сан ең үлкені ме? Одан да үлкен сан бар ма бөлетін? 72-ге де 63-ге де. Міне сондай тақырыптың айналасында жұмыс жасаймыз. Жақсы. Мысал ретінде міне сол жағымызда есептер тұр. Ең үлкен ортақ бөлгішке 30 есеп, ең кіші ортақ еселікке байланысты 30 есеп. Соның енді арасында кейбіреулерін мен мысал ретінде келтірем. Қалған есептерді сіздерге қалдырамын. Мысалға мен мына есепті алайын. Көзіме қайсып тұралды. 26-ны ала салайын ал. Бірінші бағаның ең астына тұрған 26-шы есеп. Ең үлкен ортақ бөлгіш 96 мен 72 деген санға. Енді мен 96 мен 72-ні бірінші мынандай қылып жіктеп алуым керек. 96 мен 72-ні былай жіктеп аламын. Мысалға енді алдыңғы сабақта біз сандардың бөлінгіштік ережелерін өттік қой. Міне соларды енді пайдаланайық. 2-ге, 3-ге, мына таяқшаның оң жағы деп сөйлейік, сол жағы деп сөйлейік. Таяқшаның оң жағынан 96-ның бөлінетін сандар жазып шығуым керек. Сол 96-ны 2-ге бөлуіме болады. Мысалға 48 бола ма? Сосын 48 тағы да 2-ге бөлуіме болады. Сосын 48 да 96-да жұп сандар, сондықтан 2-ге бөле беремін. 24 тағы 2-ге бөлуіме болады. 12-ні тағы да 2-ге бөлуіме болады. 6-ны тағы 2-ге бөлуіме болады. 3. Сосын 3-ті 3-ге бөлемін. 1 болады. Соңында 1 қалғанша жұмыс жасаймыз. Мына таяқшаның оң жағындағы сандар жай сан болуын қадағалаңыз. Яғни мына жақта 96-ны 1-ден 6-ға бөліп жіберуге, 8-ге бөліп жіберуге болмайды да. Түсінесіздер ме? 6, 8 дегендер бұлар уже құрама сандар. 1-ден үлкен санға бөліп жіберем деген ондай ой болмасын. Осындай жай сандарға 2, 3, 5, 7 деген сандарларға бөлуіміз керек. Жай сандарға дейін. 96 деген осындай. Келесі 72-ні жазайық. 72 деген санды жұп сан болғасын, онда 2-ге бөлуге болады. 36-ны 2-ге бөлем. 18 тағы 2-ге бөлем. 9 3-ге бөле аламын. 3-ті 3-ге бөлем. 1. Байқап отырсыздар ғой, мен бөлетін сандарымды оң жағына жазып отырмын, ал шыққан мәндерді астына жазып отырмын. Міне соңында 1 қалғанша міне аяқтадым. Қашан соңында 1 болады, сол кезде тоқтайсыздар. Енді мына жаққа жазып қойғанымызға болады. 96 деген сан ол 2-нің нешеуі бар мына жерде? 2-нің 5-еуі бар. 2-нің 5 дәрежесі көбейтілген 3 деп жазып қойсаңыздар. Ал 72 деген ол 2-нің мына жақта 3-еуі бар. Сосын 3-тің 2-еуі бар. Енді қайттан міне ең үлкен ортақ бөлгіш 96 72 деген жерге барайық, тең. Енді ең үлкен ортақ бөлгіш тапқан кезде мына екі жақта да бірдейлерін қарастырасыздар. Мысалы, екі жақта да мысалға 2-нің 5 дәрежесі бар, 2-нің 3 дәрежесі бар. Яғни бір жақта 2-нің 3-еуі бар, бір жақта 5-еуі бар деген сөз ғой. Солардың мен біреуін алуым керек. Я 2-нің 3-еуін аламын, я 2-нің 5-еуін аламын. Сол үшін былай жаттап алыңыздар. Ең үлкен ортақ бөлгіш деген кезде, ұқсастарының ішінен кішкентайларын алып отырамын. Үлкен ортақ бөлгіш деген кезде кішкентайын алуым керек. Ұқсастарының екі жақта мен 2 санды зерттеп отырмын. Мына жақта 2-нің 5-еуі бар, мына жақта 2-нің 3-еуі бар.
Мен кішісін алам. 2-ның 3-ін алам. Азын алам, түсінесіздер ме? Сосын екі жақта да 3 бар міне. Мына жақта 3-тің 1-еуі бар, мына жақта 3-тің 2-еуі бар. Жаңа айтқанымдай сол азын алам. Яғни 3-ті алам. 3-тің 1-еуін алам тек қана. 2-еуі емес, 1-еуін алам. Сосын мына жақта тағы да бір сандар болатын болса, мысалға 7, мына жақта мысалға 5 деген. Онда міне ұқсамайтын болса, оларға қарамаймын вообще. Түсінікті ме? Тек ұқсастарының ішінен азын алып отырамын. Ал мынандай сұрақта болуы мүмкін. Мысалға екі жақта мысалы екі жақта да бірдей сандар болмақ. Мысалы мына жақта да 2-ның 5 дәрежесі, мына жақта да 2-ның 5 дәрежесі болса қалай болады? Ол кезде сол 1-еуін ғана жазамын. 2-ның 5 дәрежесі деп. Екі жақта бірдей болып қалса ше. Мына жақта да 1 3, мына жақта да 1 3 болса, тек 1-еуін ғана жазып қоямын. Тең болып қалса екі жақта 1-еуін ғана жазамын. Ал егер жаңағыдай болса, 2-ның 5-еуі, мына жақта 2-ның 3-еуі болса, онда асын жазып отырамын, азын. Сосын 2-ның 3 дәрежесі ол 8, 3 көбейтемін, сонда 24. Сосын соңында өздеріңіз тексеруіңізге болады. Мысалға 24 шан шықты ма? 96-ны 24-ке бөліп көріңіздер, бөлінсе дұрыс. 72-ні 24-ке бөліп көріңіздер, ол да бөлінсе дұрыс. Яғни осы тапқан сандарыңыз мына екі санға да бөліну керек қой, 96-ға да 72-ке де бөліну керек. Ең үлкен ортақ бөлгіш деген осы. Сонымен ережесі. Жай сандарға не жіктеп аласыздар. Жай санға не жіктеудің сөзін мен жазып қойғанмын. 96-ны 2-ның 5 дәрежесі көбейту 3 деген. Жай санға не жіктегендерім осы. Жай санға жіктеп алып, сосын соның ұқсастарының ішінен ең азын алып отырасыздар. Болды. Ұқсастарының ішінен ең азын алу. Ол ұқсамайтын сандарға вообще қарамайсыңдар. Мына жақта 5 болып, мына жақта 5 болмаса, онда оларды алмайсыздар. Түсінікті ғой? Ұқсастарының ішінен азын алу. Ең үлкен ортақ бөлгіш деген. Жақсы, келесі ең кіші ортақ еселік. Енді келесі тақырыбымыз ең кіші ортақ еселік. Ең кіші ортақ еселікті дәл жаңағыдай жіктеп алуымыз керек. Қандай сан береді сіздерге? Мысалы мен жағдайымда 480 504 алдым. Мынаның ішіне алдым кетіп қой. Ойдан ала салдым енді тыңдағымыз. Екі ойының ішінің есептерді алып көрсетем ба деп. Так, 480 504. Мысалы 480 дегенді жаңағыдай жіктеп аламыз. 480. Мысалы соңғысын 0 деп сразу 10-ға бөліп жіберу болмасын айттым. Ол 10 деген құрама сан. Тек жай санға ғана бөле аламыз. Яғни 2-ге бөлеміз. Кішкентайдан бастаймыз ғой. 2, 3 жайлап көтеріле береміз солай. 480-ді 2-ге бөлсек 240 қой. 240-ты тағы 2-ге бөлеміз. 120, 120-ны тағы 2-ге бөлеміз. 60, 60 тағы 2-ге бөлеміз. 30, 15. Сосын міне енді 3-ге бөлем, 5 шығады, сосын 5-ге бөлем, енді 1 шығады. Тоқтаймын осы жерде. Қате кетіп қалған жоқ қой әйтеуір. Так, келесі 504. 504-ті осылай жіктейміз. Жұпсам болғасын тағы да 2-ге бөлем. 504-дің жартысы 252 ма? 252. Так, 252-ның жартысы 126 ма? 126. 126-ның жартысы 63. 63-ті 3-ге бөлемін. 21. 21-ді 3-ге бөлемін. 7. 7-ні 7-ге бөлемін. 1. Сонымен 480 деген 2-ның 5-еуі, сосын 1 3 бар, сосын 1 5 бар. 504 деген 2-ның 3-еуі көбейтілген 3-тің квадраты көбейтілген 7. Міне осылай жіктеп болғаннан кейін енді қайттан басына барайық. 480 мен 504-тің екі ойысын табу үшін бағана ең үлкен ортақ бөлгіште ұқсастардың ішінен азын аламыз дедік қой. Бұл жақта керісінше екі жақта 480 504-тің бөлгіштеріне қараңыз. Осының ішінен ұқсастары болса, бірінші ұқсастарынан бастаймыз. Ұқсастардың ішінен керісінше көбін аласыздар. Түсінікті ғой? Ең кіші ортақ еселікте үлкенін алу керек деп керісінше үлкенін алу. Ұқсастардың ішінен үлкені. Мысалы, мына жақта 2-ның 5-еуі бар, мына жақта 2-ның 3-еуі бар. Көбін алам. Үлкенін алам. Яғни 2-ның 5-еуін алам. Көбейтілген
Сосын мына жақта 3-тің 1-еуі бар, мына жақта 3-тің 2-еуі бар. Не істеймін? Тағы да сол көбін аламын. 3-тің 2-еуін аламын. Квадрат. Сосын ұқсастар бітіп қалды, одан сойма. Басқа ұқсайтындар жоқ екі жақта. Қалған ұқсамайтындардың бәрін артына тіркеп жазып қоямын. Мына 5-ті, 7-ні, тағы ұқсамайтын бірдеңелер болса, осының артына бәрін тіркеп қоямын. Мұнда 2 ойысы осы болады. Еселігі. Мына мысалы бәрін көбейткенде қандай сан шығады екен? Бағана есептеп едім, 10.080 ба, сондай бірдеңе қалып тұрмын. 10.080 болу керек. Міне 10.080 болса, міне осыны тексеріп көрулеріңіз болады. Міне шыққан 10.080-ді 480-ге бөліп көріңіз, 10.080-ді 504-ге бөліп көріңіз. Екеуіне де бөліп тұрса, онда есепті дұрыс шығарған болғансыз. Түсінікті ғой? Сонымен тағы бір қысқаша айтып жіберейік. Ең үлкен ортақ бөлгіш деген кезде тек қана ұқсастарының ішінен кішкентайын алып отырасыздар. Ал ең кіші ортақ еселіктерде бірінші ұқсастарының ішінен үлкенін аласыз, және артына ұқсамайтындардың бәрін тіркеп жазып қою керек. Осы екі ережені мықтап бекітіп алыңыз. Так, тапсырма ретінде ең үлкен ортақ бөлгішке 30 есеп, ең кіші ортақ еселікке 30 есепті шығарсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетерсіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.